Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен әкем сәулетші деген тақырыпты бастаймыз. Балалар, әкем сәулетші тақырыбы бойынша 3-ші тапсырмаға назар аударайық. 3-ші тапсырым оқылым, жазылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, үлгіге қара. Әр сөйлем бойынша «иә», «жоқ» деп жауап беретіндей сұрақ жаз. Бізге мәтін берілген, алдымен мәтінді оқып шығайық. Мен Астана қаласында тұрамын. Астанада әдемі, жаңа, көп қабатты ғимарат көп. Менің әкем сәулетші. Ол кеше жаңа ғимараттың жобасын жасады. Бұл кісі менің ағам. Ол құрылысшы. Әкемнің досы да құрылысшы. Яғни мәтінді оқып шықтық, енді үлгіге қараймыз. Үлгі: сен Астана қаласында тұрасың ба? Берілген сөйлемдердің барлығына «иә», «жоқ» деп жауап беретіндей сұрақ жазуымыз қажет. Астанада әдемі, жаңа, көп қабатты ғимарат көп. Осы сөйлемді сұраққа айналдыру керекпіз. Астанада әдемі, жаңа, көп қабатты ғимарат көп пе? Сонда «иә» немесе «жоқ» деп жауап беруге болады. Келесі сөйлем: менің әкем сәулетші. Сұраққа айналдырамыз. Сенің әкең сәулетші ме? Келесі сөйлем: ол кеше жаңа ғимараттың жобасын жасады. Ол кеше жаңа ғимараттың жобасын жасады ма? Келесі сөйлем: бұл кісі менің ағам. Бұл сөйлемді де біз «иә», «жоқ» деп жауап беретіндей сұрақ етіп жазу керекпіз. Бұл кісі сенің ағаң ба? Келесі сөйлем: ол құрылысшы. Ол құрылысшы ма? Сонда біз «иә» немесе «жоқ» деп жауап бере аламыз. Келесі сөйлем: әкемнің досы да құрылысшы. Әкеңнің досы да құрылысшы ма? Деп сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Сол кезде біз «иә» немесе «жоқ» деп жауап бере алады екенбіз. Балалар, сіздерге түсінікті болды ма? Яғни біз сөйлемдерді «иә» немесе «жоқ» деп жауап беретіндей етіп жаздық. 6-шы тапсырма, жазылым. 2 бұлттағы сөздерді тіркестіріп жаз. Бізге көк бұлт берілген және күлгін бұлт берілген. 2 бұлтта сөздер бар. Осы 2 бұлттағы сөздерді бір-бірімен тіркестіріп, сөз тіркесін құраймыз. Мысалы, әкем сәулетші. Біз әкем сөзін 1-ші бұлттан алдық, сәулетші сөзін 2-ші бұлттан алдық. Ғимараттың жобасы. Ағам құрылысшы. Жоба жасайды. Үй салады. Әдемі ғимарат. Апорт сауда үйі. Балалар, көрдіңіздер ғой, біз көк бұлттағы сөздермен күлгін бұлттағы сөздерді бір-біріне тіркестіріп, сөз тіркесін құрадық. Осы тапсырманы дәптерімізге сауатты етіп жазып алуға болады. Қазір мен осы сөз тіркестері жазылған дайын мысал ретінде сіздерге беремін. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.